Ұлы Отан соғысының тарихында Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск, Смоленск қалалары мен Брест қамалының аты алтын әріптермен жазылған. Фашист басқыншыларын талқандап, КСРО-ның абыройы мен тәуелсіздігін сақтап қалған халықтың ерлігі мен батылдығының айғағы осы қалалар. Қорғаныс кезінде көрсеткен ерлігі мен асқан табандылығы үшін бұл қалаларға қаһарман қала деген құрметті атақ беріліп, Ленин ордені және алтын жұлдыз медалі тапсырылған. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия шабуыл жасамау туралы келісімді бұзып, соғыс қимылдарын бастағаннан бастап, жаудың негізгі күштері елдің ең басты, аса маңызды қалаларына қарай ығыса бастады. Бұл қалалардың басқыншылыққа қарсы төтеп беруіне, негізінен халықтардың ерлігі, партияның халықты рухтандыра алуы, олардың ұйымдастырғыш қабілеттері әсер етті. Елдің жеңісі үшін майдандағы әскерлерден бастап, тылдағы еңкейген қарттан еңбектеген жас балаға дейін атсалысты. Ленинградтың Германия мен Финляндияның әскери күштерімен қақтығысы 1941 жылдың 10 шілдесінен 1944 жылдың 9 тамызына дейін созылды. 900 күн бойы қоршауда шайқасқан Ленинградтың даңқы ешқашан өшпейді. Сталинград шайқасы 1942 жылдың 17 шілдесінен 1943 жылдың 2 ақпанына дейін созылды. Бұл шайқас Ұлы Отан соғысының маңызды бөлігінің бірі болды. Көптеген адамдардың өмірін қиған бұл шайқас адамзат тарихындағы ең қанды шайқастардың бірі болып саналады. Осы шайқаста қаза тапқан кеңес әскерлерінің саны 478.741-ді құрады. Брест қамалының гарнизоны бір айдан астам уақыт соғыс қимылдарын жүргізді. Киев қаласы да жаудың басқыншылық әрекеттеріне ерлікпен қарсы тұрып, жауды 2 айдан астам уақыт өткізбей ұстап тұрды. Севастополь әскерлері жаумен 250 тәулік бойы күндіз түні шайқасты. Минск қаласының астыртын ұйымдары мен партизандары жүргізген күресте өте маңызды орын алады. Новороссийск, Керчь, Мурманск, Тула, Смоленск қалаларда қаһармандықпен күресіп, өшпес із қалдырды. Осындай ұлы шайқастар Москва түбінде қыза түсті. Жаудың астанасын алуға фашистер қатты көңіл бөлді. Сондықтан осы маңда қанды шайқастар орын алды. Бірақ кеңес әскерлері төтеп бере алып, жауды кейін шегіндірді. Москва түбіндегі ұрыс фашистердің басқыншылықтарын талқандаудың бастамасы болды. Қаһарман қала марапаты қала қорғаушыларының қосқан үлесіне, керемет стратегияның арқасында жауды талқандауға келгендігіне, жау әскерлері қалаға кіріп кеткен жағдайда да берілмей, ерлікпен шайқасқандығына байланысты берілді. Осылайша жалпы саны 12 қала және Брест қамалы қаһарман қала атағына ие болды. Благослови достояние Твое, победы нас противные даруя, и Твои сохраняя крестом Твоим жительство. Чего? Ничего. Ты сказал сейчас чего-то. За родину говорю.